Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен аяқ ісінуге, аяқ қатты ауырсынғанға, әсіресе тізе ауырсынып ісінеді ғой, тізенің өзі бөлек болып, соған қалай массаж жасаймыз, қалай ісікті кеткіземіз, сол жайлы мен сіздерге айтамын. Сосын көрсетіп беремін. Ал қарап тамашалап өздеріңізге керекті кеңестеріңізді сұрасаңыздар, мен сіздерге айтамын. Менен сіздерге пайда тисе өте риза боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қараңыздар, мына кісіде аяқтың міне кәдімгі міне қолың несі міне кіріп барады. Міне көресіздер ғой, мына жақтарда ісік, и мынау балдырларда ісік. Ал мына жақтарында ондай ісіктер жоқ. Тек қана осы жерде. Бұл ісіктер неден пайда болады? Біріншіден қатты суықтағаннан пайда болады. Екіншіден, жығылады ғой, кішкентай кезінде, например, 1 жыл алдын, 2 жыл алдын жығылса, осы әсіресе тізеге су жиналады. Неге дегенде қараңыздар, бұл жер міне. Есікте де болады ғой, есікті ашып, жоғаңызда шиқ деп шиқылдап қала ма? Тура сол сияқты, ода да тура сондай. Міне, зорға неғып істеп жатыр. Даже мына жерлерде ісік. Мына аяғында бүйтіп байқасаңыздар болады, міне қараңыздар. Мына ісіктерді, кәдімгі саусақ батып жатыр. Ісік осы жерлерде. Кейбіреулер келеді, кейбіреулер келгенде мынау қақпақ, тізенің қақпағы бар ма? Тізенің қақпағының өзі кәдімгідей ашық тұрады бүйтіп, бұлайына. Қараңыздар. Міне. Олда мысалға міне. Байқалып жатыр ғой сіздерге де. Тұр, осы ісікті қалай кеткіземіз, қалай массаж істейміз, мен сол жайлы айтамын. Енді менің өзімнің білесіздер, мен вазелинді жақсы істететінімді, жақсы көретінімді. Қараңыздар. Жақсылап жағып аламыз. Тек осы тізеге ғана, басқа жаққа массаж бермейміз. Тек точкалармен істейміз. Қараңыз, міне. Осы тізенің қақпағы. Тізенің қақпағы осы домалақ болып тұрады кәдімгідей. Егер осы ісініп, осы ісікке де қарамай, кейде не қылып кетсеміз, бұл ісік қайтады, өзімен өзі қайтып кетеді. Бірақ мынау қақпағы жаймен, қақпақтың асты сүйек қой. Сол сүйек жеміріліп, сол сүйек кәдімгідей шіруі мүмкін. Бұл білінбейді. Жас өте келе, уже кәдімгі аяқ жұмыстан шығады. Аяқтың жұмыс істеуі жұмыстан шығады. Қараңыз, осы айналыммен айналдырып себереміз. Қараңыз, тізені жұмсақ қылып. Бұл үй жағдайында, мен сіздерге айтып жатқаным, үй жағдайында дәл осылай істесеңіздер, 1 апта осы нені тоқтатпай істесеңіздер, нәтижесі деген өте керемет болады. Міне. Қараңыз, енді міне. Тура осылай. Осы тізенің міне қақпағының 4 жағы. Мысалға қараңыздар. 1, 2, 3, 4. Бұл тізе тағы неден ісінеді? Көбінесе бүйрекке тас жиналғаннан да іседі. Бірақ ол кезде айтып қойын, ол ісінген кезде, мына аяқты бұлай істеткен кезінде ешқандай ауырсыну болмайды. Қазір мысалға, мына апада кәдімгідей аяқ ісіп, міне уже ауырсыну болып тұр.
ауырсыну болып тұрғаннан кейін міне тізеге массаж беріп жатырмыз. Міне көріп тұрсыздар ғой. Міне дәл солай екінші аяқты да істеп аламыз. Дәл солай. Дәл осылай міне екінші аяқты да тура солай массаж істеп алдық. Ондай қатты кәдімгі неге барсаңыз тізе ауырынған кезде ұйқалайды ғой. Ондай ұйқалау ешқашан ісінген кезде болмайды. Ол одан бетер ісікті үдейтеді. Ісікті үдейтіп жібереді. Соның үшін тек точкамен жұмыс жасаған дұрыс. Міне бұл аяққа да, екі аяққа да массажды істеп болдық. Енді мен сіздерге кәдімгі әдемі не керек болған, ол ісікті алатын бір күн қойғаныңыздың өзінде керемет ауруды жоқ қылады. Сосын екіншіден ісінуді полный ісіктер кетеді. Үшіншіден, егер жығылған болсаңыз, мынау тізеге сары су жиналған болса, соларды жояды. Біздерге керек болады мұны алма сіркесі. Сосын біздерге төртінші сорт ұн керек болады. Бізде мұнау қазір мұны көпшілігіңіз көріп айтатын шығарсыздар, бұл кебек қойды. Дұрыс айтасыздар, бұл кебек. Мен жем сататын жерден алдым. Негізі жем сататын жерде екінші сортта, үшінші сортта, төртінші сортта сатады. Төртінші сорты ондай майдаланып істелмейді екен. Тура осы кебек болады екен. Бұның аяққа не пайдасы бар десеңіздер, бұның ұны, майдаланған ұны, мұнау алма сіркесімен қосылған кезде, қазір мен сіздерге кәдімгі әдемі қамыр жасаймын. Қамыр жасап аяққа қоямын. Бұның пайдасы аяқтағы ісіктерді қайтарады. Сосын денеде сарық су болса, сары су болатын болса, қай жерде сары су? Қай жерде балтырыңыз ауырай ма? Табанның астында сары су бар ма? Қолда, тірсекте қай жеріңізде сары су болатын болса, ауырайтын болса, шығып кеткен, сынған болса да, тура осы қамырды істетсеңіздер, өте керемет болады. Өте пайдасыны көресіздер. Менің осы істегенім неше адамға пайдасы тиген. Қараңыздар, мен қалай дайындалуын сіздерге көрсетемін. Дәл осылай аламыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі. Бұл қазір дайындап атқан қамырым даже инсульт алған кісілерге де өте керемет пайдасын береді. Инсульт алған кісілердің аяғы, тізелері кейде ісіп, қолдары іседі ғой, тура соған өте жақсы пайдасын береді. Аяққа тұруға өте қатты көмектеседі. Енді қамыр илейміз. Қараңыздар. Бізде осы алма сіркесі көп істетіледі бізде. Астында аяқ қалыпты. Қараңыздар. Енді бұның иісі деген жаман андай болады. Иіс сасықтау болады. Бірақ пайдасы де жақсы. Қараңыздар. Тура осылай қойып, иісі деген бір бөлменің несін алады ғой. Уже қараңыздар, қандай жағдайға келіп жатыр. Міне. Қамыр болды, кәдімгі. Бұрында ата-бабаларымыз дәл осылай қылып. Ол кезде ондай не болмайтын еді. Кәдімгі келімен езіп, тура осындай қылып нан істеп жеген ғой негізі. Қазір
осы қазір кәдімгідей міне екі аяққа да жетеді. Міне қазір кәдімгі қамыр болды. Тағы шамалы жұмсартайық бұны. Кәдімгі сулау болатын болса, бұны аяққа не қылғаннан кейін, жабыстырғаннан кейін, бұл қазір істегеніміздің өзі 1 сағат емес, жарты сағат емес. Мен қазір мұны түнде байлап жатырмын, бұл түнде әдейі байлап беріп жатырмын. Клиентке үйге не қылғам, үйге келе беріңіз, үйде мен байлап беремін. Кешке өзіңіз, ертеңгі кешке өзіңіз шешесіз дегенмін. Міне, көрдіңіздер ғой, кәдімгі бір әдемі, не дейді, бұламық дей ма? Сол сияқты болды. Бұламықтан да не емес енді, қамыр мынау кәдімгідей. Сылсырш әдем. Енді осыны әдемлеп тізеге қоямыз. Міне, дәл осылай міне жабыстырамыз, дәл осылай міне. Бұны түсетіндер өз түсіп кетеді. Уайымдамаңыздар. Кәдімгі құрға өзі бұл 1 сутка тұрғаннан кейін кәдімгі құрғатылады. Құрғатылып бар ғой, кәдімгі жаңағы кебекті көрдіңіздер ғой, тура сол кебек сияқты болып шығады. Тура осылай міне. Көрдіңіздер ғой, қалай, міне. Қалай. Міне, ісінген жерлер. Кейін мына жақтардың өзі ісігіні тартып алады өзі. Еш уайымдамастан тек тізенің көзіне, мынау домалақ көзі бар ғой, тізенің домалақ кесесі. Кесенің үстіне қойдым мен. Енді астына жаңа мен не қойып алғанмын? Пищевой пакет қойып алдым. Енді тура осылай ораймыз. Тағы бір көтереміз аяқта. Болды, бітеуі шаққапты ғой. Міне. Міне. Тура осылай. Міне, көресіздер ғой. Мен бұны кешке қойып беріп жатырмын. Азанға шешсеңіздер де болады. Азанда вообще бұл құрғатылып түседі. Негізі 1 сутка жүрсеңіздер жақсы. Егер мысалға бұл кісі жасы үлкендеу апа ғой, жасы үлкендеу апа болғаннан кейін көп жаққа шықпайды. Егер мысалға кейбір нелер, көбінесе мұғалімдер әсіресе аяғым ауырып жатыр деп келеді, көбісі белім ауырып жатыр деп. Мен айтам, кешке осындай қойыңыз, азанда сабаққа кетуден алдын шешіп тастап, жақсылап тұрып, жылы сумен жуып тастаңыз деймін. Кейін мен айтайын, егер тура осылай қойған кезіңізде ертесіне алып, душқа түсіп, жоқ ыстық қылып жуып жатырмын деген әңгіме болмайды. Тек қана жылы сумен жуып тастаңыз болды. Полный жуынудың қажеті жоқ. Бұны қойғаннан кейін міне кәдімгідей не босастырады. Уже қызып жатсыз ба кәдімгідей? Айтыңызшы, қандай болып жатсыз? Қызып тұрсыз ба? Тура осылай болады. Міне. Қараңыз, көрінуінің өзі міне. Қараңыз. Кәдімгі аяққа жабыстыр әдем болып. Ал ем болсын. Енді екінші аяққа да қоямыз дәл солай. Енді міне қараңыздар, екінші тізеге де тура осылай жағамыз. Кәдімгідей қамырымыз. Иісі деген бірақ мүңкиді. Бірақ тура осы қамырдың несінде магний, калий бар, кальций бар. Вообще қан жүргізетін, мынау сары суды алатын. Сары суды алғанда бар ғой, бұл сары суды албамайды. Кәдімгі мочагонный. Қойған кезіңіздің өзінде кәдімгі мочаны шығарады. Түсініп жатсыз ғой? Бисмиллахиррахманиррахим. Міне, тура осылай жайып бара береміз. Тек мен сіздерге айттым, тек тізенің көзіне дедім. Міне. Егер, мына жақтарға да міне. Не болатын болса, кәдімгідей жая береміз. Міне.
көріп ғой. Қарап тұрсаңыздар, кәдімгідей әдемі болып тұр. Тура осыдан уже ертең әсерде қалмайды, кәдімгі үгітіліп өзі түседі. Бұны істеуге ешқандай қорықпаңыздар. Беймағал істей беріңіздер. Аяғыңыз көтеріп тұрасыз. Біздің пакетіміз алматыда ғой. Міне, тағы да қайталап өтемін. Дәл осы істегеніміз аяқ іскенге, аяқ ауырсынғанға, түнімен кейбір апаларымыз, аталарымыздың тізелері сырқырап ауырып шығады ғой. Солардың бәріне өте пайдалы ем осы. Не бәрі мындай алма сіркесімен жем сататын жерден осындай 4-ші сорттық кебек аласыз. Тура мен сияқты ситадан өткізіп, оң қылып илеп аласыз. Тура осылай істесеңіз, өте керемет пайдасын береді. Алып жасап көріңіздер, істеп көріңіздер. Ем болсын барлықтарыңызға. Апа, сізге ем болсын.